Сәлем достар, бүгін ауызда еритін, өте жұмсақ, іші толықтай пісетін пирожкалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта қазақша рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтімізді және жылы суды құямыз, және ерітілген сары майымызды қосамыз. Одан соң тұзымызды саламыз. Мен барлық құрамын төменде описаниеға қалдырып кетемін. Және шекерімізді қосамыз. Одан соң құрғақ аштығымыздан саламыз. Пирожкидің бар құпиясы ол қамырында. Қамырына, яғни сұйық майды міндетті түрде қосуымыз керек. Сұйық майды қосып болған соң барлығын толықтай араластырып аламыз. Одан соң бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Сонда қамырымыздың тестасы өте күшті болып шығатын болады. Міне 5 минут тұрды менде. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Одан соң керегінше ұнымызды 2 бөлікке бөліп, тестамызды 5-10 минутта июі қанғанша илейміз. Міндетті түрде қамырымызды електен өткізіп алғанымыз жөн. Сонда қамырымыз өте күшті болып иленетін болады. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырымызды әбден июі қанғанша осылай иледім. Одан соң бетін жауып жылы жерге 40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамыр көтеріліп дайын болғанша салмасына көшейік. Салмасына мен картошкамен жасадым. Картошкамызды ашып, тазалап, жуып, салқын суда қайнатып алдым. Одан соң пиязымды бөлек майға қуырып алған болатынмын. Міне картошкаларымыз да дайын болды. Дайын болған картошкамызды осылай шаншқының көмегімен езіп алдым. Одан соң қара бұрыш және кішкене тұзымызды қосып тағы да араластырдым. Одан соң қуырылған пиязымызды қосып араластырдық. Міне салмамыз дайын болды. Қамырымыз да дайын екен. Міне осылай көтеріліп шықты. Қараңыздаршы, қандай керемет болып көтерілді. Осы рецептпен жасасаңыздар міндетті түрде күшті шығатын болады. Сіздерге кеңес етемін. Өте сәтті рецепт. Қамырымызды осылай майда бөліктерге бөліп алдық. Видеода көрсетілгендей қамырымызды майда бөліктерге бөліп болған соң домалақтап аламыз. Сонда пирожкиларымызды домалақтағанда формаларын бірдей қалыпта ұстап тұратын болады. Одан соң видеода көрсетілгендей қамырымызды қолмен немесе оқтаудың көмегімен жаюымызға болады. Қатты жұқа болып кетпес үшін қолмен жайған болатынмын. Міне осындай формаларда жасадым. Сіздер кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Менде салмасы мол болды. Мол қып жасасаңыздар өте күшті болып шығатын болады. Тағы да сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай домалақтап жайып, салмамызды салып, нығыздап жауып аламыз. Міне барлығын бірдей жасап шықтым. Одан соң қызып тұрған майымызда екі жағын қызартып қуырып алдым. Шамамен бір жағы 1-2 минутта қызарып дайын болды. Алдымен қатты отта, одан соң пирожкилерімізді салғаннан кейін орташа отта қуырып аламыз. Сонда ортасы да толықтай пісетін болады. Қалған пирожкилеріміздің бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Сонда қамырымыздың беті кеппейтін болады. Жаппасаңыздар ол кеуіп көтерілмей қалуы мүмкін. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менде каналымда қазақша рецепттердің кез келген тағам түрлерін табуға болады. Қоңыраушаны да баса кетіңіздер, алдағы уақытта шыққан рецепттерімді бірінші болып көре аласыздар. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.
Сіздермен болған аяулым.